Сәлем оқушылар. Бізде 5-ші тараудың бірінші есебі 69 градус шығыс бойлықта орналасқан қалада 19 шілде сағат таңғы 5 болған кезде 52 градус батыс бойлықта орналасқан қаладағы датаны және уақытты тап дейді. Енді бұл есепті шығару кішкене түсініктірек болу үшін мына картаға қазір осы нәрселерді сызып көрейік. Алдарыңызда кескін карта берілген. Мына нөлдік меридиан өтеді мына жерден. Шамамен. Енді осы нөлдік меридиан болса, бірінші бізге берілген қала 69 градус шығыс бойлықта орналасқан. Ол шамамен осы аймақтар арқылы өтеді. Осылай ала берейік енді. 69 градус шығыс бойлық. Осы 69 градус шығыс бойлықта уақыт 19 шілде таңғы сағат 5 екен. 05:00. Осы уақыт болған кезде 55 градус батыс бойлықта орналасқан. 55 па қанша еді өзі? 52 градус екен. 52 градус батыс бойлықта орналасқан. 52 градус батыс бойлық. Осы жерде жалпы осы бойлықтың бойында жергілікті уақыт қандай? Оны анықтау үшін біз бірінші мына екі нүктенің, осы екі бойлықта орналасқан нүктелердің градус бойынша арақашықтығын, бойлықтар бойынша неше градус арақашықтық жасайтынын тауып алуымыз керек. Оны табу үшін қараңыздар міне. Бір нүкте 52 градус батыс бойлықта, екіншісі 69 градус шығыс бойлықта. Екеуінің жалпы арақашықтығын табу үшін 52-ге қосамыз 69-ды. Не үшін? Себебі біреуі нөлдік меридианның батыс бөлігінде, екіншісі нөлдік меридианның шығыс бөлігінде. 52 градустан 0-ге дейін, 0-ден қайтадан 69-ға дейін. Сол үшін 52 градусқа қосамыз 69 градусты. Тең болады 121 градус. Осы 121 градусты біз бөлеміз 15 градусқа. Не үшін 15 градусқа бөлеміз? Себебі әрбір 15 градус бойлық өзгерген сайын сағаттық белдеу ауысып, уақыт 1 сағатқа айырмашылық жасап отырады. Осылай 15 градусқа бөлу арқылы екі нүктенің уақыт айырмашылығы неше сағат екенін тауып аламыз. 121 градусты 15 градусқа бөлсек, бізде шығады шамамен 8,1 сағат. Немесе 8,1 емес, жуықтап алғанда 8 сағат деп ала берсек болады. Яғни екі нүктенің уақыт айырмашылығы 8 сағатқа тең екен. Енді бізге анықтау керек, 8 сағат алға қарай ма, немесе артқа қарай ма? Бізге мені қараңыздар, 69 градус шығыс бойлықтағы нүктедегі уақыт берілген. Ал табу керек батыс бойлықтағы нүктенің уақытын. Қай нүкте егер батыста болатын болса, ол батыстағы нүктенің уақыты артта болады. Яғни 8 сағат артта. 19 шілде таңғы сағат 5-тен 8 сағат артқа қарай жүретін болсақ, 52 градус батыс бойлықта әлі бізде 18 шілде уақыт 21:00. Яғни кешкі сағат 9. 8 сағаттан кейін барып қана 52 градус батыс бойлықта 19 шілде таңғы сағат 5 болады. 8 сағат артта. Неге батыс бойлықтағы нүктеде уақыт ылғи кеш болады, яғни артта болады? Себебі бізде жаңа дата мына 180 градус меридианнан батысқа қарай ене бастайды. Осы жер датаның ауысу сызығы деп аталады. Жаңа дата ылғи осы 180 градус меридианнан бастап енеді, және де батысқа қарай ене бастайды. Сол себепті мына неғұрлым бізге берілген нүкте шығысқа, яғни 180 градус меридианға жақын, соғұрлым ондағы дата жаңа, яғни бірінші болып осы жақтағы жақындағы нүктеге енеді. Одан кейін барып батыстағы нүктеге енеді. Яғни уақыт айырмашылығы 8 сағат екен, яғни 8 сағат артқа жылыстамыз. 18 шілде әлі 21:00. Жергілікті дата осындай. Ол бізде қазір жауаптарды көрейік. 18 шілде 21:00. Дұрыс жауабы бізде С болады екен. Дұрыс жауабы С.